Амансыздар ма, құрметті оқырман? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Әр үйге көп қылып бала берсін, балаға таудай талап сана берсін. Бәрінің балалары өнерлі боп, бақыты барған сайын жана берсін. Әр үйге сұлу мінез келін берсін. Келінге адал ниет пейіл берсін. Ақ көңіл ата-енеге мейірімді боп, қызығын бала-шаға түгел көрсін. Жаныңда жақсы көрген көршің болсын. Көршіңіз жақсы болса бейне төркін. Ағайын, туған туыс жекжаттарың, баршасы сау саламат өсіп өнсін. Жасаған жақсылығыңызды біреуге дәлелдеп не болмаса көрсетіп қажеті жоқ. Адам бәрібір ұмытып кетеді. Себебі пендеміз. Алла разылығы үшін жасадым деңіз, болды. Оң қолың жасаған жақсылықты сол қолың білмесін дейді. Шекспир айтыпты: мен өзімді үнемі бақытты сезінемін. Неге екенін білесің бе? Өйткені мен ешкімнен ештеңе күтпеймін. Күту деген әрдайым қайғы шектіреді. Ал өмір қамшының сабындай қысқа. Сондықтан өз өміріңді бағала. Бақытты бол, күлімде. Бір нәрсе айтпас бұрын тыңдап ал. Бір нәрсе жазбас бұрын ойлан. Ақша шашпас бұрын маңдай теріңді төк. Дұға жасамас бұрын риясыз кешір. Өзгеге қиянат жасамас бұрын оны өзің сезін. Басқа жанды жек көру үшін алдымен сүй. Өмір деген кейде биік, кейде құз. Өмір деген кейде шекер, кейде тұз. Қуанышпен араласқан қайғысы. Өмір деген кейде жылы, кейде мұз. Иә, өмір оңай емес білгенге. Сыйы да бар сынақтары төзгенге. Көбірек қой ащысынан тәттісі. Бұл жалғанда жақсылыққа сенгенге. Жақсы сөз есту керемет. Соны өзгеге сыйлау 10 есе керемет. Бүгін сіз өзгені жымитсаңыз, ертең сізді 100 адам қуансын. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда, тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек. Теңіздей сұлулық не керек? Бір тамшы бақыт болмаса, сан жетпес байлық не керек? Бір таза жүрек болмаса, атақ, абырой не керек? Жүректе иман болмаса, 100 жалған дос не керек? Бір адал дос болмаса.